жалпы подкаст тарихында да бірінші рет ойлаймын осындай далада түсіріп жатқан енді интервьюлар бар, конечно же. Но бірінші рет ойлаймын осындай. Оның себебін білемін. Мынандай шыбын шіркейлер көп болады екен да жалпы. Наяқта бізде. Басы солай әңгімемен бастаймыз. Иә, біз жерде операторларымыз өзі беліп кетіп жатыр уже. Барлықтарыңызға пламенный hello достар, мінекей 100 Talks'тың кезекті шығарылымы. Біз жерде қонақтарымыз, яғни 130 балл алған рекордсмендер, яғни 147 Алматы оқу орталығының рекордсмендері. Өздеріңізді таныстырып кетсеңіздер. Менің есімім Сенрай, мен биохим тобында оқимын, және мен нағыз НТ-дан 133 балл алдым. Менің атым Төлеген Іңкар, мен информат топшасында оқимын, тоже 133 балл алдым. Қайырлы күн, достар. Біз осы подкасттың жүргізушілері, мен Абдианова Асылжан Нұралықызы, 140 онлайн компаниясының маркетинг бөлім басшысы, және бізде креативный директор. Және де сіздермен бірге красавчик, номер 1 мачо жігіт. Кейде артық кетіп қалатындар жақсы. Кейде артық кетіп қалатындар Қадыр Манас. Ендеше бірінші сұрағымызды бастасақ. Алғашқы сұрақ. Өздеріңізді таныстырып кетумен болатын негізі бірінші сұрақ. Аудиторияға өздеріңіз таныстырып, қандай пәнде таңдадыңыздар, қай қаладансыздар, қашан дайындық бастадыңыздар, сол туралы шағын ақпарат беріп өтсеңіздер. Мен айта кеткендей информат топшасында оқимын, осы Алматы қаласынан. Және де осы дайындықты сентябрь айынан бастадым. Мен биохим пәндерін тыңдап отырмын, биология және химия, және мен осы Алматы қаласынамын. Және мен дайындығымда негізі 10 сыныптың соңынан бастаған болатын, бірақ ол кезде енді өзім бастаған болатын. Ал прям дайындықты бастаған кезім осы 11 сыныпты сентябрьден бастап. Жалпы екеуіңді дайындықты сентябрьде, яғни қыркүйек айында бастапсыңдар. Енді мен үшін мына жерде Іңкәрға сұрағым бар да, қалай өзіңнің былайша айтқанда ерік жігерін жетіп, осы информат таңдадың бірінші ретқа тұңғыш қол осы жылы? Мен ойбай қазір ойланып алайын сұраққа. Жаңа просто так бұндай. Осы уақытқа дейін IT мамандықтары үшін физмат таңдай беретін едік осы уақытқа дейін. Биыл алғашқы рет информат IT бағытына баратын оқушылар үшін ашылды. Оның қанша балмен грантқа түсетіні де белгісіз, қандай сұрақтар болар да белгісіз, форматы да белгісіз. Сондықтан оқушыларға біршама таңдау үшін жүрек керек. Негізі осы информация шыққан кезде мен тоже мен өмір бойы мен физика ғана оқып келе жатып, информатиканы никогда бір беріліп оқымағам. И айтады, информатика таңдайсың деп мен. Бермей оқып едім болса оны. В шоке боламын, білмеймін не істерімді. Потом уже сол информация 10 сыныптың примерно қыс айларында болады. И потом ойлаймын, енді дайындалып баса керек, не істеймін деген сияқты. И іздеймін, ешқандай курс жоқ. Потом жарайды, енді болған болады деп таңдадық. Мен негізі, когда вот осы нәрсе шықты информация, уже примерно балымды есептеп отырмын. Так, грантқа может бір 110-нан ассам, типа грант болу мүмкін деген сияқты. Өйткені алдыңғы жылы ақпараттық технологияға 104 балдан түсті да. И потом, там матем, тарих дегендерден максималка алсам 95 балл шығады. Информатикам бір наугад 20 балл алсам 115 балл негізі грантқа болады деп өзім жұбатқам сол кезде. Солай. Негізі көп оқушылар көбіне пән таңдап жатады ғой, мамандықтан бұрын. Сондай кезде олар Іңкәрдің орнында басқа оқушылар болса, олар просто мамандығын өзгерте салушы еді. Мына пән, мен физиканы баяғыдан оқып жүрмін ғой, маған ыңғайлы осы пән деп жай ғана мамандықты өзгерте салушы еді. Ал бұл жерде Іңкәрдің басты қасиеті ол мамандықты ұнатып, сол мамандық үшін кедергілердің барлығына қарамай, информат болып ауысса да, информатика қиын болса да, бәріне барып тұр. Қандай болсаңдар да қайрат болмай, Іңкәр болыңдар. Келесі сұрағымыз көшеге. Көптеген түлектер сұрап жатады, ұбт-ға бір ай қалғанда, бір апта қалғанда, бір күн қалғанда не істеу керек деген. Сендер не істедіңдер? Бір күн, міне ертең ұбт, сен не істедің? Бір күн қалған кезде негізі айтады ғой, демалу керек деп, бірақ мен өзімнің қобалжуының кесірінен мен демаламан. Мен сағат қаншаға дейін екен, 10:30-ға дейін сабақ оқып отыра бердім. Түнгі 10:30. Түнгі 10:30-ға дейін. Маған жан-жақтан болды оқыма деп жатса да, үйдегілерім де айтып жатса, мен бірақ сабақ оқып отыра бердім. Бірақ мен 10:30-да былай кішкене ақырындап демалу керек екен деп, біздің Әсел апайымыз да, кураторымыз да жиналыс жасап, болды, демалыңдар, оқи бергеннен ешқандай пайда жоқ, бір Құдайға сеніңдер деген сияқты әңгімелерді айтып, бізді кішкене
успокоить етіп мотивация беріп сөйтіп қойды. Содан кейін кішкене расслабиться етіп өзім демалып басқа шаруаларымды істеп ертеңгі күнге дайындалып сол негізі бір күн қалған кезде демалмадым. Бір апта қалған кезде менің дайындығым кәдімгідей 3x-пен 2x-пен кетіп қалды да. Бір ай бойы кішкене уақыт бар ғой деп расслабиться етіп жүргенімен бір апта қалған кезде сезінеді екенсің кәдімгідей қаттырақ оқу керек деп. Бір апта қалған кезде ше мен сабаққа бармадым, мектептегі сабақтарға бармадым да, сол бір апта бойы тек НТ-ға ғана көңіл бөліп отырмын. Дайындалу керек екен ғой деп бір апта қалғанда. Жоқ енді өзімнің андай слабый жерлерімді қарап кәдімгідей. Менде де то же самое болды. Бір ай мен бір аптада, бірақ бір күн қалған кезде мен PlayStation'да отырғам, FIFA ойнап. Бір күн қалғанда. Иә. Сенің Instagram дайректінен мен көргем жалпы. PlayStation ойнайтындар бар ма деп. И содан кейін кураторыңның несін білем, статусын жаныңды шығарамын кәдімгі жазуды. Болған сондай. Сен бір күн қалғанда демалуды ойладың ба? Қалай болсын? Негізі стресс болды ма? Негізі былай болды. Там мен тұрдым, и 12-ге дейін бір қайталап шығамын деп ойладым. И былай өтірік қарай салдым. Өзімді нагружать еткім келмеді. И негізі стресс болды деп айта алмаймын, өйткені мен PlayStation'ға барғаннан кейін, типа, PlayStation'ға барам деген мысль уже прям күшті не болып тұрды. Өйткені жыл бойы ойнамадым, и наконец-то от души ойнаймын деген сезіммен. Сол үшін қатты нормально болды. Мен сені естігем негізі күшті ойнайды PlayStation'да деп. Иә. Тіпті ұлдарды да жеңіп жүр деп. Ой, без этого. Жоқ, негізі PlayStation'да мен бірінші рет көрдім да, жалпы қыз баласын күшті ойнағанын да. Обидно кетті негізі. Күшті, негізі Айчаға осылай қатысы бар екен жалпы. Екеуінің де историясына қарасақ, екеуі екі түрлі, иә. Біреуі яғни шынымен де. полный демалған, ал екіншісі яғни 10-на дейін, кешкі сағат 10-ға дейін мысалы дайындығын үзбеген. Сонда бір нақты методика жоқ деген сөз ғой, нақты бір қат қалған заң жоқ. Не бір күн қалғанда мүлдем бәрін оқыма, немесе түнге дейін таңға дейін зубрить ете бер деген бір нақты теория жоқ. Әркім өзіне қарай адаптация жасап, өзінің деңгейіне қарай, денсаулығына қарай ыңғай жасап алу керек екен. Бізді тыңдап отырған түлектер болса, құлақтарыңызға алтын сырға. Ешкімнің бір айтылған нақты кеңестерге, шаблондарға сүйенудің қажеті жоқ. Сіздің денсаулығыңыз, сіздің психикаңыз, сіздің өзіңіздің мерзімдеріңізге сай үйлестіріп алғандарыңыз дұрыс. Мысалы, Асылжан, сен өзің кезінде дайындалдың ба, бір күн қалғанда? Мен бір күн қалғанда бір түнгі 11-12-ге дейін точно дайындалдым. Еще таңертең болды да сенде? Иә, менде таңғы 6-да тұрып барамыз, сол жаққа 7-де сол жерде болу керек. И мен түнгі 11-12-ге дейін дайындалдым. Ол кезде 140-та менің жұбым бар. Сол жұбым екеуміз де ертең тапсырамыз, бірге тапсырамыз. Бір күнде? Бір күнде тапсырамыз, иә. Сол түнгі 12-ге дейін екеуміз бірге дайындалып оттық, ұйықтадық, таңертең 6-да тұрып бірге кеттік. Маған да ол қатты бір кері әсерін берді деп айта алмаймын. Иә, шынымен, мысалы, мен да бүкіл ұбытына бір күн қалғанда, бір сағат қалғанда дайындалған болды ғой, шынымен сондай момент ше. Таксиде кетіп барады деп сотканы қарап бараттым ғой жолда. Ужас, менде вообще ондай болмады. Мен де сөйтіп бара жатырмын. Жалпы иә, адамның екі түрі бар. Не бір адам бар. Айтпай қояйық. Манас бар. Не бір адам, сосын Манас бар. Манас бар. Мен күшті, жалпы бір күн әйтеуір күшті дайындалыпсыңдар, екіншісін PlayStation'да алыпсыңдар. Бірақ бал бірдей. Бал бірдей. Тарихы бірдей. Андай да, мысалы, көп оқушылар айтады да, ұбт тапсырарда, мысалы, тапсырайын деп жатыр да, уже отыр, ал тест центрде или соның алдында регистрацияда, енді қызықты моменттер болады да, біреуінде ана адамдарды көріп қалады, ұсталып жатқан, жылап жатқан, или там кешігіп барады деген сияқты. Мен мысалы өзім кешігіп қалғам. Сендерде сондай болды ма? Негізі менде вообще ондай болған жоқ. Біз, сағат 8-де келдік, потом бізді Арслан ағай, біздің куратор, жинап алды бүкілдімізді. Потом там мотивация беріп, нормально болады деген сияқты не істетіп, просто кіргізді. Айтты, типа, мен бүкіліне сенемін, кругқа тұрып алдық та. Потом мен бүкіліне сенемін, анау-мынау деп айтып жатты. Потом жинадық бүкіл қолымызды, потом деп. Вот басқа бір қызықты нәрсе болған жоқ. Как обычно. Менде де ондай болған жоқ. Мен тест-центрға сағат 7-де келіп алған ғой. Ерте. Иә, ерте келіп алған ғой. Жоқ, ондай қатты қорқыныш болған жоқ. Мен мынандай тарих қайталап отырдым, сосын қарап қалсақ, ағайым жүр екен, Жасұлан ағай жүр екен. Сонымен прикол айтып, ары-бері қайталайтындарымыз қайталап, қасымда жүрген қыздар мен сөйтіп ерте келіп жүрдік. Сосын тест-центрға кірер кезде біз бір 8:30 шамасында ма кірдік. Бәрі кіріп жатыр екен. Біз андай прям ортасына да кірген жоқпыз, кішкене соңына қарай кірдік та.
сөйтіп барып кірдім, отырдым, бір 5 минуттан кейін уже бастай беріңдер деді. Біз бастап кеттік, болды, басқа андай не болған жоқ. Дым қызық болған жоқ. Иә. Андай бір-бірінде түртіп сұрау деген сияқты болмады ма? Негізі көптеген сондай оқиғаларды естігемін. Яғни қасымда мысалы отама, ей, девушка, мне помоги деген сияқты айтатындарды. Ондай менің өзімде болмады, бірақ мен бір подругамда болған. Бітірейін деп жатқан кезде маған химия көмектес деп андай міндет қылып айтқан. Вау. Не деген күшті да. Бітіріп ол қыз шығып бара жатқан ғой сол кезде. Маған химия көмектес деген ғой кәдімгідей. Қызық. Ал сен іңкәр нешеде келдің? Мен сол 8-де келдім. Ровно. Жоқ, Бәрін примерно 8-дерде, и потом тоже нұрайлармен примерно бірдей уақытта кірдік. Кірер кезде қандай чувство болды? Сендер енді 1 жыл бойы уақыт кеткен, дайындалған нәрсе, қазір кіресіңдер, и бір 2 сағаттан кейін бітеді қалады. Қандай сезімде кірдіңдер? Зданияға кірмей тұрып, менде страх уже андай паника болып бастады. Потом мен Арсеналға барам, аға айтып жатыр, нормально, анау деп дальше андай поддерживать етіп, сондай болады. Потом жақсы болып қалам да, смело кірем. Андай вообще ештеңкені ойлаған жоқ, нормально болды. Үш әмде бар да, шынымен де мысалы Асылжан айтты ғой, 1 жыл дайындалады деген сияқты. Усейн Болт, например, да, ол қателеспесем 10 секундта жаңағы белгілі бір жерде рекорд жасаған да, ал сол рекорд жасауға ол 5 жыл дайындалған да. Сол какой-то бір 5 секунд немесе 10 секунд ішінде. И осы жерде де соны айтуға болады да, андай успех, яғни табыс деген ол асықпай келетін сияқты да. Мысалы сендер 1 жыл бойына дайындалдыңдар, тіпті Нұрай одан көбірек дайындалып деген сияқты да. Так что андай 3 ай дайындалып, 4 ай дайындалып, кірем, ойбай, өзімнің қалаған балымды алам, 110 плюс алам деген ол өтірік әңгіме. Өйткені табыс ол уақытты талап етеді. Нұрай, сен? Мен кіргенде басында мен қорықтым. Қорқыныш болды. Біз тұрған қыздардың бәрінде НТ-ға кіретін бәрінде болады деп ойлаймын. Мен қорқып тұрдым кәдімгідей. Неде қорықтың сонда? Енді сол осыған дейін оқыдым. Үміттерін ақтай алмасам қалай болады, егер гранттың бағын ала алмай қалсам қандай болады деген басында кірердің алдында ой болды. Бірақ мен апайлармен сөйлесіп, жан жақта қыздармен де сөйлесіп, кішкене успокоиться етіп, еще 2 успокоительный валерьянка ішіп кірдім. Негізі ол жақсы. Одан кейін бір қасындағы тағы бір қыз глицин берді, соны ішіп кірдім. Былай кірген кезде химикатқа той кіргізіп болса да. Кірген кезде былай ештеңені уайымдамай кіріп кеттім и андай өзіме андай не қойдым да, 130-дан төмен алмаймын мен. А что если мен 130-дан төмен алып қалам деген оймен кірген жоқпын да. Ондай оймен де вообще болмады. Мен 130-дан асатыныма лайықтана сенімді кірдім. Алып сетіне сенімді болдым. Иә, андай өзіме мысли материальный дейді ғой, соған ойладым да, шынымен де дедім да. Сөйтіп сондай нәрсені ғана ойладым, одан басқа. 130 аламыз, қой деп, андай. Көратырмыз 130 аламыз, қой деп. Андай, шынымен де ойымда 130-дан кем балл тұрған жоқ болды да. Өзім былай есептеп көрген кезде 130 балл тұрды. Жалпы барлықтарын қорқыпсыңдар енді. Бірақ та оның арқасында мына куратордың қолдауы дейді ғой, сіз айтқанда. Сол көмектесіп сендерге. Иә. Ал жалпы менде мынандай сұрақта, ұбт күндеріңіз қалай болды? Яғни, мысалы, кірерде қалай болды сезімдеріңіз ше? Ладно, кірер бітті, шығарда қалай болды деген сияқты. Шығарда жыладық қой. Жалпы, мысалы да, сендер күттіңдер ма сондай, талпа күтіп тұрады деп. Сендерде енді 140 командасы кәдімгідей күтіп тұрды, иә? Негізі, иә. Көрдік қой Инстаграмнан там пятница күндері, как адамдар шығып жатқанда. Иә, күттік негіз. Мен шыққан кезде, көргенде эмоция қандай болды? Көргенде не табас болды, шын айтайын. Камера қайда келді? Жоқ, просто өзім әлі 133 балл алғаныма андай. Сенбей тұрмын. Не то, что сенбей, прям өз-өзіме келе алмай, сондай қуаныштан толып отырдық да. Потом адамдар тұрады, привет, деген сияқты. Просто сондай бір непонятный чувство да. Қанша алдыңыз білмей тұрмын деп. Ұмытып қалдым. Ұмытып қалдым, Нұрай сенің. Сол күнің қалай өтті жалпы? Шытырманға толы болмады ма әлі қалай? Негізі шыққан кез, мен бітіруде, тоқтату деген нені, короче, кнопканы 57 секунд қалған кезде басам ғой. Сосын басам да 133 деген балды көремін да, былай 5 минут тайм екен, бүйтіп отырам. Кәдімгі таңғалып отырамын да. Уверенно болып тұрсам да, бірақ минимум 130 есептеп тұрғанмын ғой өзім. Сөйтіп отырамын да. Ой, апелляция бар екен, ой, қай сұрақтарым қате екен деп көріп шықтым да. Сосын шықтым. Шықсам, қасымда тағы да тапсырып шыққан қыздар шығып келе жатыр екен, солармен бірге шықтық та. Бар заттарымызды алып тұрмыз ғой. Көріп тұрмын аяқта Әсел апай, Әйгерім апай, Арқат апай бәрі күтіп тұр да. Сосын давайте шықпай күте тұрамыз дейміз ғой біз тұрып. Сосын давайте или настроениеңіз онша емес болып шығады деп шәде
сондай не жасайық деген сияқты. Бірақ шықсам уже бәрі біліп алған ғой балдың. Ну, конечно. Сосын шықсам бәрі нетіп, қасымдағы подругам, мен емес, қасымдағы подругам жылап жүр ғой, менің балым молодец деп. Сөйтіп шыққан кезде бәрі күтіп тұрды, андай күшті сезім екен негізі. Енді Нұрай сөзім шыны керек. Біз вообще мен күтпедім да екінші қайтара 133 шығатынына. Сен өзің соған сенімді болдың ба? Негізінде былай шыққан кезде 133 деп менен де көп алғандар бар шығар деп ойлағам. Сосын іңкәрдің 133 алған телефонын группаға жіберіп көрдім ғой. О, іңкәрді 133 алыпты ғой деп қарадым да, сосын мына жақта да видеоға түсіріп, барлығы құттықтап жатыр. Ағайлармен де қай сұрақта қате кеткенін айтып, бәрін уже асыржай етіп жатқан сол кезде іңкәрдің де көріп қалдым. Кеткен уже 7 сұраққа анализ жасап саласың ба? Ағаймен надан кетті, қате кетті, надан қате кетті. Біліп тұрдың ба өзің қай сұрақтардың қате кеткенін? Иә, біліп тұрдым. Сол 7 сұрақтың барлығын біліп тұрдым. 7 сұрақтың дегенде биологиядан точно біліп тұрдым. Химиядан негізінде 1-2 сұраққа уверенный болып тұрғам дұрыс болады деп. Бірақ сол 2 сұрағым қате болып шықты. Ал тарихқа не уверенный болдым ол сұраққа. Бірақ менде андай НТ-ға кірмес бұрын андай не жасап қойғам, цель өзіме жазып қойғам. Қандай цель жаздың? 137 жазғам негізі. Тарихым 19, оқу сауаттылығы мен математикалық сауаттылық 15-15, биологиям 43, химиям 45-45 жазғам. Барлығы орындалды, тек химия ғана 41 болды. Сен же мүмкін екінші мүмкіндігің бар ғой, соны тапсырғанда мүмкін аларсың да. Сосын шынымен де жазып қоюда негізі ол күштікен шынымен де. Дремлист дейді ғой, яғни өзінің былайша айтқанда арманын жазуда. Негізі соны жазып жүрген, енді келе жатқан түлектерге үлкен пайда болады деп ойлаймын. Бір жерге жазып қойыңдар, и оны тығып қойыңдар да. Сосын барып болғаннан кейін болғаннан кейін алып оқисыңдар. Сол кезде шын айтайын, ананың бір 90% орындалады. Шынымен. Бірақ мен де тура дәу болып алдым да жылды. Сосын мен сабақ оқуға ерінген кезде анаған қараймын да. Мотивация. Мен аны аламын деп айттым ғой өзіме деп сабақ оқып кетемін. Атып тұрыптың андай. Телефонда отырып қалсам, былай телефонда отырып қалсам, анаған қараймын да. Телефон тастай салып сабақ кетемін ғой. Тіпті мына жерде телефонында Астана медицина университеті тұр екен, міне визуал деген осындай болу керек шығар енді. 140 тұрған сосын. Екі өзгеріп тастайсың деп. Нұрайдың тест центрден шыққан кезде есімде, алдында барып бәріміз күтіп тұрған кезде. Біз бәріміз біліп қойдық уже балын. Себебі Нұрайдың пысық кураторы Әсел, иә? Әселмен солар ТЖК-ны теріп, сайттан уже қарап үлгеріп Нұрайдың балын. Ана жерде біз Нұрай шықпай тұрып, директорлар, завучтар бәріміз қуанып тойлап тастағанбыз. Нұрай шыққанда пранктың болмай қалды ма? Осы жерде іңкәрдің қызық историясы бар 133 балына сәйкес. Біздің директорлар, бас директоры бар, біз 40 офлайнның директоры бар. Сосын бәстесу деген тема бар бізде. Сол туралы толығырақ айтып кетсең, қандай бәс еді, ол қашан болды, сен қанша балға бәстестің, неге бәстестің? Мынандай болып, примерно уже 1,5 ай бұрын Нариман аға директор болған кезде, енді келген кезде, біз жанымда достармен тұрамыз да, и мен шутка айтам, давайте мен қазір Нариман ағаймен спорт етейін деп. Потом олар, давай деп мен итеріп тастайды, типа, давай, барсай деген сияқты. Потом барам да, и ағай, давайте мен спорт етемін, типа, 130 плюс алсам деп бастаймын. Мен негізі просто мерчқа басына спорт еткем. Потом ағай тұрады да, AirPods Pro дейді, мен шокесін ана жақта. Все, давайте. Мені мына жерде, вот сондай болады. И вот содан кейін мотивация капец өсіп кетеді. Өйткені ол кездер уже болмай жүр, типа, май скоро, анау-мынау деген сияқты. Потом 1-2 күннен кейін бізде Жужай апаймен жиналыс болады осы неде. И потом тұрам да, апаймен тоже спорт етем, уже 132 плюсқа. И мен примерно ойлаймын, типа, AirPods, дальше, наверное, Apple Watch шығар деп. И апай тұрады, 14 Pro, ой, просто 14 дейді, iPhone. Потом я в шоке. Прям, она чувствовала, вообще айта алмаймын да. И потом, все, давайте деп. Мен если мен ұтылып қалсам, сол спортта, мен 80 адамға стол жасау керекпін да. Ол туралы вообще ой жоқ, маған уже бәрі болып кетеді. Вот сондай нәрсе болады. И когда мен 133 көремін, мен балым үшін емес, мен айфонды ұтқан үшін. Осылай шықты. Спортты жеңдім шықты осы. Ең бірінші айтқан сөзім үшін мен алдым бес, мен 133 алдым бес, мен спорт жеңдім.
бұл жерде сен мотивацияң 133 плюс балл алу емес сен Жоқ. болған сияқты ғой. Иә, достар, мінекей көрсетіп қояқшы мен бұл да мінекей Жұлдызай апай, яғни Жұлдызай апай, бұл 140-тың жалпы SEO-сы негізін қалаған ханым, мінекей өзінің уәдесінде тұрып iPhone 14 Pro Max 512 гигабайт еще сол қалай алды? Дәл сол сразу әкеліп берді. тест-центрде шыққан кезде. Және Нариман ағай да Иә. өзінің есесін жіберген жоқ, ол кісі де өзінің уәде еткен. AirPods бар ма? Блин, қазір әкеме. Блин, әкеліпті деймін. AirPods Pro'сын подарить еткен болатын. мен де спорт еткен апайым. Аха. Сол не болады ғой, жиналыс күні болады ғой, сол кезде Әсел апай айтады да, сендер де спорт етсеңдер деп, қасында Айжан деген қыз бар, екеуің де спорт етсеңдер аласыңдар ғой деп. Біз жарайды деп барамыз, бірақ кімнің неге спорт етіп жатқанын білмейміз, әйтеуір барамыз да, жиналыс бітеді, сосын апай сізбен спорт етейік деп едік деп екеуміз барамыз, сосын қаншаға дейді, 132 плюс дейміз, сосын неге дейді да, біз екеуміз үндемей тұрып қаламыз ғой, ойластырмағанбыз ғой ол жағын. Сосын бір капиттен. жоқ, сосын апай айтты, онда давайте 100 мыңға деді, жарайды дедік. Сөйтіп шыққан кезде 133 балл көремін да, спортымда жеңіппін ғой дегенде ой болды, бірақ мен 133 баллға бойша қуанып тұрдым. Сосын біз уже группамызбен жиналып неге кетіп қалған болатынбыз, ресторан жаққа қарай кетіп қалғанбыз. Сосын Әсел апай звондайды, сен спорт етіп едің ғой, Жай апай келіп тұр, қайттан кел дейді. Мен кетіп қалған жағыма жаяу қайтадан жаяу келемін да. Сөйтіп апай келіп сразу сол кезде аударып жіберді. Каспийге. 133 мың теңге аударып жіберді, 133 балл алғаным үшін. Сол үшін Жай апайға үлкен рахмет айтамын. Шынымен де бұл да үлкен ерлік па, жомарттық Бұл па. андай вызов қой өзіне. Иә. Өздері спорт еткен кезде олар өздеріне вызов тастайды да. И соны орындау үшін енді мотивация ғой кәдімгідей. Айтқан сөзінде тұру, сонымен қатар оны бірден беруді айтшысыз. Иә. И iPhone 14 Pro Max-та 512 гигабайт, ладно, бұл бір жай не болса екен, спор болса екен. Бұл жерде да бұл Икардың мотивациясы тауып алған айтшысыз спордан. Солай. Икар саған шынымен де мотивация берді ма? Мен реально, если мен спорт етпесем, мен мынандай балға вообще жетпейтін едім. Өйткені, ну уже майдың жартысына мен андай реально шарша кеткен. Шаршап кеттің бе? Вот сондай ол. Потом тұрамын да. И менде сол кезде бұрынғы телефонда, бойымда iPhone, бүкіл AirPods бар, бүкіл толып тұр да. Потом қарайсың, жоқ, болмайды дейсің да, шығып қойсың. Реально мен үшін үлкен мотивация болды сол. Сонымен қатар сен анаңмен де спорластың, соның барлығын айтшы. Аға мен Apple Watch'ға. И, кстати, ол алып берді. Бірақ ол қазір тоже жоқ. И мама папамен MacBook'қа спорт еттік. Ол скоро болады. В общем, 133 балл Іңкәрді Apple'мен полный жабдықтады ғой. Полный Стив Джобс болып тұр ғой. Иә. Ал бұл жерде Нұрайға тамсанып отырмын да, ешқандай спортсыз, мысалшы, андай неден іздемей, мотивацияны өзіне іздеген екен да, жаңағы телефон қойып қойып деген сияқты 133 баллға, 130 плюске жалпы жаңағы ғой айтқан небір адам бар, и манас бар деген сияқты ғой. Қызық әрине же, бұл жерде екеуіңнің де әйтеуір сол сөздеріңді орындап 130 плюс, екеуің де бір 133 плюс алғандарына вообще тамсанамын. 140-тан кейінгі 140-қа дейінгі айырмашылықтар, ерекшеліктер, бір дағдыларыңда, әдеттеріңде болсын, жоспарларыңда болсын байқалды ма, өздеріңе сезілді ме сол? Нені атап өте Орысша аласыңдар? айтқанда до и после. Иә, до и после. Я негізі көп айырмашылық бар 140-қа дейін, 140-тан кейін. Мен андай 140-қа дейін өзімді көп аяп жүретінмін ғой. Жарайды, ертең істей саламын. Күнде ертең деген әңгіме көп болатын ше. Сосын 140-қа келгеннен кейін андай дисциплина деген кәдімгідей күшті нәрсе қалыптастыра білді. Қалыптастыруға көп көмегін тигізді. Және сондай ортада кәдімгі әсер етеді ғой. Ортада бұл жерде жақсы болды да, кәдімгі мен қазір өзімнің күнімді планировать етіп жүруге үйрендім да. Ертеңге қалдырмау деген сияқты барлығын істеу керек па, сол уақытта істеп, барлығын үлгеруге тырысам. И бұрынғыдай ертең істеймін деген сияқты нәрсе жоқ. Нұрай, сен жоспарды үйренсің, Иә. Еріншектік қалай айтуға жаңағы бір сөз айтатын. Прокрастинациядан құтылдың ғой сен. Яғни ол? Ол бір затты кейінге қалдыра беру. Қазір мысалы сразу жасап тастайсың. Қазір мысалға егер де бір тапсырма болса, бірдеңе келсе, мен оны сразу жасап отыруға тырысамын да, өйткені бұрындары 140-та тапсыра беріп тастаған кезде дедлайн қойып үйрендім да, соған дейін жасап тастауға тырысу, ол қазірде мысалға басқа сабақтан бөлек басқа нәрселер болса, сразу жасап тастауға тырысамын. Әдемі. Ал Іңкәр, сенде қандай? Менде то же самое.
мен 140-қа дейін мен вообще жоспардың не екенін де білмейтін. Менде вообще ондай болмайтын, просто по течению жүре беретін адам болатын. өзің И вот 140-қа келдім, андай классрум быт болып жатады. Потом түсіндім, что жоспар жазу керек. И қазір прям әдет болып кетті, түнде сразу ертеңгі күнге жоспарлайсың бүкілін сағат-сағатмен деген сияқты. Вау, күшті. Прям кейде болады, орындалмайды көбісі, бірақ негізі үйретті. Осы жоспарлауға қатысты да, даже Илон Маск сияқты бізде тамсанамыз оларға қарап. Оларды датаға андай тамақ ішетін моменті, сыртқа шығатын моменті, ауа жұтатын моменті, яғни сыртқа демалатын барлығы кішкентай мелочқа шейін жазылған екен. Егер де ол жерде мысалы ол келіп сүрініп кетсе, сүрініп қалып, сол жерде 1 минут жоғалтылса, бүкіл планы, бір күндік планы быт-шыт болып кетеді екен да. Сондай енді саған тілерім, сондай планға шейін жеткізуді, өзіңді сондай уровеньге шейін жеткізу. Смело. 140 саған тоже пландауды үйренді, тоже сондай ертеңге аудармауды үйренді. Күшті. Ал енді мына жерде екеуі де избранный ғой. Андай біреуі биохим, екіншісі бұл биохимияда андай да көп сұралады да оқушылар тарапынан. Сонымен қатар информат тоже бірден-бір сұралатын таңдау пәндердің бірі. Ал енді сол көп оқушылар сұрайды, сол таңдау пәндерден қалай дайындауға болады деген. Сол сұрақтың жауабын осы жерде берейікші. Қалай таңдау пәнмен дайындалдыңдар? Кім бастайды? Мен бастай берейін. Именно информатты айта кетсем, біріншіден негізі мен ойлаймын, бүкіл осы информат таңдаған оқушылардың басты қателігі информатикадан біз кітап оқымадық болды. Мысалы, мен өзім 20 кітап бекітті бізге ұлттық бірыңғай тестілеу орталығы. И жыл бойы оқымадық та, мен бір ай қалған кезде соны бір ақ оқыдым. 20 кітаптың бүкілін бір ақ айда оқыдым. И негізі мен ойлайтын, типа, нереальный нәрсе оны қалай оқисың деп. А на самом деле реально болады екен бір айда. И вот если болашақ түлектер лучше информатикадан там басқа не емес кітап оқыса, уже 40+ алуға болады. Смело болады. Информатикадан 40+-ның құпиясы ол жай ғана кітап оқу, иә. Сонымен қатар формула деген сияқты. Уже мелочтар. Кітаптың ішінде соның барлығы бар ма? Бүкілі бар. Вау. И не да, просто жаттап оқып емес, түсініп оқысаң, өйткені олар былай бұрмалап береді сұрақтар. Түсініп оқысаң, болды, любой сұрақ. Информатика енді түсінікті. Иә, а математика? Математика, как обычно. Ол мен қалай дайындалдым? Просто практика жасай берсе, түсінесің, там видеоурок көресің, анау-мынау, и дальше практика жасай берсең, ол өзі жатталып қалады, любой формуласы деген сияқты. Там геометрияның өзі мысалы қиын деп көрінеді, там логика керек деген сияқты. На самом деле сен көп есеп шығарсың, уже түсінесің қалай шығару керек екен. Яғни сен көп есеп шығардың, математикадан проблема шешу үшін. Иә. Ал информатикадан проблема шешу үшін кітап көп оқыдың да? Вау. Ал мына жерден андай сұрақ қойыңызшы, сен енді барлығы айтатқан аяқта сұрақ қояды, ішінде бар. Бұл информат, яғни математика. Ол тарихтан қалай дайындалды дейсің? Ой, бұл тарих деген. Ең азалы дейсің. Негізі тарихтан мен жылдың басында 140-қа келгенде жақсы оқығам. Вот реально 6 мен 7 класс мен жақсы оқыдым. Вот 9 классқа келгенде уже проблемалар басталды. Өйткені мен январьский кезінде там уже андай расслабон ұстаған кездер болып кетті. И менің басты қателігімнің бірі деп ойлаймын. Вот мен 9 класстан бастап мен тарихты өте андай ой деген сияқты қарадым. Типа просто сыты үшін. Мойындадым, жарайды. Сабақ тапсыру үшін ғана оқыдым десем де болады. Енді өте сияқты болды. Менсінбеушілік болды ма? Не то, что менсінбеушілік, просто оқығым келмеді тарихты. Реально андай тошнить етті бар ғой тарихты көрсем. Андай. Тем более там АКСР, Хрущевтың егер вообще ұнамайтын темалар. Сол үшін оқығым келмеді. А қалған темалар маған ұнайтын, сол үшін оқитын там 6 мен 7 класс. И вот қателігің болды сенің. Сол менің қателігім болды. И мен не істеймін, бір ай қалады. Мен тарихты, ладно, 6 мен 7 класс хорошо білем. А 9 класстан дальше мен білмеймін. Менде аз уақыт, мен кітап оқуға үлгермеймін. Мен просто жұбанышты алдым да жаттадым. Ал Ниша, сол тарихтан сен қанша балл алдың? 19. Мен білмеймін, 15-тен төмен балл отсам. Өзі қате кеткен жетақ сұрақ. Оның 5-6-ау тарихтан болса. Айдан білейін, андай қыл өкініп айтып отқанын ашы. Жоқ, 20 алатын еді Сұрақтың өзі. 24 алатын еді. Нұрай, сен деші, қалай дайындалдың таңдау пәндерін бойынша?
биологиядан бастайын. Биологиядан негізінен ешқандай база, ештеңе керек емес, тек қана кітап. Прям кітапты каждый сөйлеміне дейін дұрыстап түсініп оқу керек та. Особенно 10-шы сынып бізде күрделеу. Сол 10-шы сыныпты кәдімгідей негізінен көп келетін сол 8-ші, 10-шы сыныптар негізінен көптеп келіп жатады. Соны дұрыстап оқу керек та, кәдімгідей кітапты түсініп, тек қана кітаппен ғана шектелмей, если бір тақырыпты түсінбей жатсаң, басқа апайыңнан сұрап, немесе ютубта да видеолар көп қой, содан қарап, немесе видео сабақтардан да қарап, бір сабақты тек қана кітаппен ғана шектелмеу керек, бірақ. Нұрай сөзің алдында ренжіме бөлгеніне. Көбісі айтады, кітаппен дайындалу керек деп ше, например. Именно қалай дайындалу керек, соны айтып берші. Мен негізінен басында 140-қа келген кезде бізде 140-та сабақты түсіндіріп береді. Сосын басында мен база деген нәрсенің не екенін түсінбей жүретінін шыны керек. Кітапты да былай қатырып оқыған жоқпын. 140-та не түсініп келем, мысалы сабақ тапсырулар болады, сол кезде не айтылды, соны ғана жазып беретін да. Сосын кейін база деген нәрсені бір ай өткеннен кейін бірақ түсінемін ғой, айлықта. Не екен ол? Ол кітаптан жаттауға ыңғайлы жерлерді былай қысқартып, әдемілеп дұрыстап жазып береді да. Ол жаттауға ыңғайлы, бірақ базаның өзінде көп нелер қалып кетеді. Мәліметтер қалып кетеді. И тестта кітаптың любой сөйлемін алып сұрақ қоя салады. Сол себепте базаны да жаттаған дұрыс шығар, бірақ базаны жаттамай тұрып кітапты дұрыстап түсініп бірақ оқу керек. Сол кезде ғана мәліметтер миыңа жақсы кіреді. Мысалы бір тақырыпты алдың, ол бойынша қалай оқисың оны? Бірінші, мысалға, бірінші мен НТ-ға дайындалған кезде, бір апта қалған кезде мен дайындалғаным былай болды. Бірінші видео сабақ көріп аламын, потом түсініп аламын, одан кейін кітаптан қараймын, видео сабақта не айтылмай кетті екен деп, сондай қызығушылықпен қарап оқыдым кітапты. Сөйтіп қарап отырып, соны оқып біттім. Одан кейін өзіме андай нелер жасадым, мен А4-ді екіге бөлемін да, и жинақтау керек мәліметтерді өзім жинақтап кетіп жазып қоямын да. И кейін, например, бір күн қалған кезде дайындалдым деді ғой, сол кезде соның бәрін бір қарап шықтым. Супер. Сөйтіп жасауға. Міне осылай екен. Ал Асылжан осы жерде түсіндіріп кетсең, база, қалай ол видео сабақ дегенді, біздің оқырмандарымыз қарап отқан, көзі бақай отқандарға. 140-та, яғни видео сабақтары бар, айта кеткендей база бар, үй жұмысы, қатемен жұмыс сынды өзінің жаңа берілген материалдары бар. Бізде видео сабақ деген бір мұғалім, мысалы белгілі бір бірінші алғашқы тақырыптан бастайық. Алғашқы тақырыпты алады, мұғалім толық видео сабақта ол тақырыпты ашып түсіндіріп шығады слайдпен. Барлық тақырыпты мұғалім түсіндіргеннен кейін сіздерге база беріледі. Яғни ол базада жаттауға ыңғайлы етіп, жаңа Нұрай айтқандай, жаттауға ыңғайлы етіп, сұрақ-жауап ретінде тестте келгенде белгілеуге ыңғайлы етіп берілген база бар. Содан кейін үй жұмысы беріледі. Яғни осындай тапсырма, дәл осы тақырыпқа, осы бір аптада өткен тақырыпқа байланысты үй жұмысы беріледі. Сол үй жұмысын орындап шығады. Содан кейін ол үй жұмысында сол үй жұмысын талдау барысында қатемен жұмыс видеосы беріледі. Яғни сол үй жұмысында кеткен қателеріңді, сол қатемен жұмысты көріп отырып, өзің анықтап алсаң болады. Және апта сайын міндетті түрде сабақ тапсырады. Бір аптада өткен тақырыптардың барлығын қорытындылап, куратор сабақ сұрап, соны бекітіп тастайтын болады. Және айта кеткендей, айлық тест бар, бір айдан кейін келдім дедің ғой, сол айлық тестте бір ай бойға өткен тақырыптарды қорытындылайды. Сөйтіп, қорытындылай келе жылдың соңына да жетеді. Күшті, осылай 140-ның системасын қарапайым, қысқа ғана. Бұл системадағы нәрселердің бір 5% ғана шығар. Оның ішінде жұптық бар, әлі практикалық сабақтар бар, көп нәрсе бар одан басқа. Ал сен үшін, Іңкәр, жаңа тоже айттың ғой кітап бойынша деп. Тоже осылай айтып кетесің ба? Негізі практикаларында. Мен, если так подумать, қазір ойланмаймын. Бізде рекламалық жарнама. Менде просто, мен, мысалы, тарихты айтсақ, мен тарихтан чисто конспект арқылы ғана жаттай аламын да, өйткені басқаша мен миыма кірмейді, мен оқысам да. Информатикада мен тоже солай бастадым, но менде уақыт жетіспеді. Просто конспект жазу өте көп уақыт алады да. Бірақ айқалды, типа, лучше просто оқимын дедім. И просто аласың, оқисың. И мен конспекттің орнына, мен просто өзім группа бар, мен ғана. И мен аудиоға алам да, оқу отырып, жазып отырамын, короче. И потом, менің миыма түсінбеген нәрселер, соларды уже печатать етіп, жазып отырамын сол группа. Потом олар есе сақталады кәдімгідей. Вот чисто солай болды. Есе сақтаудың әртүрлі түрлері бар ғой. Біреуі жазу арқылы
қол іске қосылған кезде біреу жақсырақ ести сақтайды, біреу көру арқылы ести сақтайды, көз жақсырақ дамыған, яғни картиналар, тексттар немесе андай бөлініп тұрған бір сызықшалар, кестелер арқылы олар жақсырақ ести сақтайды, біреу есту арқылы ести сақтайды. Сол үшін де бізде андай бәріне ортақ нәрсе берілген сияқты шығар. Мысалы есту арқылы ести сақтайтын болсаң, видеосабақ қарап ал. Ал егер көз арқылы жаттайтын болсаң, онда сенде база бар. Егер жазу арқылы жаттайтын болсаң, онда сенде үй жұмыстары бар. И соның бәрін бірігіп келгенде бәрібір сенің миыңа кәдімгідей бекітіп береді ғой соның бәрін. ұбт-ға дайындық барысында енді 1 жыл деген ұзақ уақыт. 1 жыл бойы бір әрекеттерді қайталай беру кімді де болса жалықтырып жібереді. Сендерде бір по-любому ондай момент болды. Тасташ, осы оқығаным жарайды, болды, мен осы білгеніммен ұбт-ға кіре салам болды дейтін. Сол моментте сендерді тоқтатпаған не нәрсе? Ол орта ма, ол ата-анаң ба, ол арман ба, мотивация не берді сендерге? Маған ол біріншіден менің спорым, и екіншіден менің достарым, өйткені мен уже мынандай нәрсе болып, мен 132 балға жете алмаймын деген уже неуверенность в себе болды. Потом мен жазам, блин, что-то мен зря спорить еттім деген сияқты, не үшін деген сияқты. И олар айтады, қуасың ба, нормально, алып шығасың, сен же мынандай заттар жазып жатсың, оқып жатырсың ғой 1 жыл бойы, там еңбектендің, алып шығасың деген сияқты. И вот осы прям мотивация берді, типа реально деген сияқты. Оқыдым ғой не зря, и вот. Осы жерде кураторың үшін, например. Вот куратор тоже сол адамдар үшін. Вот мен мысалы Арслан ағай жазамын, блин, ағай, не үшін спорт еттім деп мен. Желание жаз деп. Мен бір рет бізде сабақ болады, MC-дан біз 1,5 сағат қой, и жарты сағатта есептерді бітіреміз де, ағаймен просто сөйлесіп отырамыз по душам. И вот сол кезде уже айтамын да, типа, блин, ағай, мынандай нәрсе, вот білмеймін, қалай оқимын деген сияқты. И ағай айтады, типа, нормально деген. Вот сол кезде 1 сағат бойы чисто айтып отырды. Прикольно. Ал Нұрай, сенде ше? Менде негізінен сондай моменттер болған, ол мартовский ентін тапсырып бізгеннен кейін ғой, менде мартовскийда кішкене 1 балға регресс болып қалды. Содан кейін кәдімгідей өзіме тоқталып, андай не болып кеттім да. Сабақта оқығым келмей, кітаптың бетін ашсам қысқым келеді, сөйтіп нетіп жүрдім. Ол негізі көп уақытқа нетті, мен андай сыртқа өзім қатты білдіре бермейтін адаммын да. 140-тың барлық тапсырмаларында беремін, но андай настроением көп өзгеретін болып кетті, сондай не болып кетті да. И бір күні шыдай алмай кеттім да, уже настроением жоқ, кураторым да байқайды ғой. Нұрай, не болды деп Әсел апайым, сен что-то не то болып жүрсің дегендей қылып нетті да. Сөйлесейік деп Әсел апаймен сөйлестік, сосын Әсел апай маған айтты, сен осы уақытқа дейін оқыдың, негіз аласың, өзің грантқа жететін балыңды аласың, ал одан ары қарай енді ол өзіңнің желанияңа байланысты деді. Сен осыға дейін уақытқа дейін оқыдың, егер де тағы да оқысаң, жоғары нәтижелерге жете аласың. И ол нәрсе тек сен өзің оқығың келгеннен ғана болу керек деп айтты да. Ал не ата-ананың үміті немесе біздің үмітіміз деген емес, сен өзіңнің желанияң болса ғана сен ол нәрсені істей аласың, так что өзіңмен өзің сөйлесіп көр, сен ол нәрсені қалайсың ба, жоқ па деген сияқты. Солай сондай нелерді мотивацияларды беріп жақсы болып қалған. Сонымен қатар еще жан жақтағы достарым да мен уже оқығым келмейді, мен андай оқи алмаймын, андай немін деп айтқан кезде сен Рай, сен оқымасаң бізді білмейміз, енді сен оқи аласың ғой, сен осы уақытқа дейін оқыдың ғой, сен алып шығасың, қорықпа деп өздерінің жақсы нелерін берді, мотивацияларын беріп отырды. Бір байқағанымда, сенің кураторың Әсел. Сенен Әселді көріп отырмын. Ұқсайды. Сөйлегенде андай ше, сабырлы, байыппен сөйлейді, дәл Әсел сияқты, дауысы да дәл Әселдікін дейді. Ал іңкәрдан байқағаным Арсланның духы сезетін сияқты. Спортету ма? Андай смело деп шығады, уверенность ше. Бұл жерде байқағаным андай ата-анаға емес деп ше. Кураторға тартқан деген әңгіме бар екен, негізі қызық. Сондықтан да 140-тағы сол бір қызық система. Яғни куратор ол кәдімгідей ата-анасындай жақын болады да, міне жаңағыдай да. Керек кезде қолдау береді, желание жоқ кезде желание береді, жылағың келіп, өзінің ішінде сақтап жүрсе, соны сыртқа шығарып береді. Ал енді мынандай сұрақ қояйын жалпы. ұбт бітті, бірінші ұбт. 133 қалтада бар, iPhone бар қалтада, 100.000 бар қалтада деп. Ал енді не план, не мақсат? Екіншісін тапсырасыңдар ма? И сонымен қатар қай универге түсесіңдер деген сияқты сұрақ.
екіншісіне қандай мақсат қойып отырсыңдар? Қанша Да, жинаймын деген. Оны айтпай ақ қояйық. спорласасыз ба? Кетіп қалайық. Сұраққа деймін ойлайды. Негізі, конечно, мақсат мынандай болып тұр. Мен Мынандай деген қандай ол? потолок қойғым келеді негізі 140-тың. Яғни? Яғни 137-тен пока что 137 плюс. Аха. Әзірше бізде қазір осы Екінші сәт бір қашан тапсырасың? Да. 20x, блин. уақытын айтайық. Бүгін 10 маусым. Яғни біздерде бірінші рекорд шықты, иә? 137 балл. Онлайн бойынша да, Қазақстан бойынша да Иә. рекорд 137 балл. Нұрсұлтан деген оқушымыз биология химия пәндерінен Қазақстан бойынша рекорд қойды. Ал енді іңкәр сол рекордты бұзамын дейді. Не что айтты? Қаттан оқу керек болды ғой. Қашан тапсырасың? Екінші 20x. Осы айдың, иә? Иә. 12 күннен кейін. 12 күн. 12 күннен кейін. Енді көреміз іңкәрдікін деп ше. Сіз айтасың. Жоқ, бұл Болған жердегі болады. жоқ, бұл жердегі айту мақсатым, яғни 137 шығып жатыр деген мақсат айтқым келген. Ол бала өкінішке орай Арал қаласынан. Иә, Қызылорда, Араласын. Ешқандай өкініші жоқ оның. Жоқ, тек подкастта келе алмағаны болмаса, әйтпесе Қызылорда тым жақсы қала. Жоқ, иә, қала мағынасында емес, что осы жаққа келе алмайтын Келе алмай қалды. мағынасында. Алматы қаласынан болмағандықтан қазір осы 2 рекордсмен оқушыларымызбен түсіріп отырмыз. Келесі тамыз кезінде документ тапсыруға Алматыға міндетті түрде ол келеді. Сол кезде Нұрсұлтан да біздің подкастымыздың міндетті түрде қонағы болады. Иә, бұйыртса. Иә. Ал Нұрай, бұйырса Астанаға. Мен негізінде өзім Астанаға бұрыннан 10 сыныптан бері Астанаға деп жүргенмін. Бірақ қазір жан жақтан Алматыда қалсай деген нәрселер пайда болып жатыр. Оны әлі ата-анамен сөйлесіп шешемін әлі де. Бірақ өзім Астанаға барғым келеді. Ондай емес па, сыртқы факторды тыңдап қалып деген ой болмай ма? Ол жағын көре жатармыз. Бірақ енді Бірақ өзім до последнего өзімдікін қалатын шығармын енді. Менде КБТУ деп отырмын. ағылшынша білесің бе? Жоқ. Онда 100 инглиш қалады. Онда қиын болады деймін бе. Ал Нұрай, өзің қай универге? Алматы. Иә, ойлану үстінде, иә. Иә, оған үстінде. Негізі бүкіл Қазақстанның қалаларынан жан жақтан келіп Алматыға ағылады. Алматының оқушылары қайда барады екен деген сұрақ бар да осы жерде. Алматының оқушылары Алматыда қалады. Ақтөбеге барыңдар де. Ақтөбеге барыңдар деймін бе. Жалпы мынандай сұрақ қоймаппыз бізден қаншалықты қарап болады. Балдарында айтып шығасыңдар ма? Алғашқы пробный қаңтар 137 балл. Қалай? 133 ой, 137 деппін ғой. иә 137 болайын деп тұр Былай деп екен. тұр екен. Сол қанша қайып таңдау пәндерден қанша болды? Тарихтан менде 19, оқу сауаттылығы 15, мат сауаты 15, матем 43, информатика 41. Менде тарих 19, оқу сауаттылығы 15, математика сауаттылығы 15, биология 43, химия 41. Вау, Бірдей екенбіз. Бірдей. бірдей. Бір күнде тапсырдық. Ал бұның алдындағы историяларыңызды айтып кетсеңіздер. А точка қашан? Алғашқы ұбт қаңтар, сосын наурыз. Алғашқы Айтайық. пробный. Алғашқы пробныйды 10 сыныпта тапсырғам. Қанша болды ол? 67 балл. Сен апгрейдтің жасап Мен ол кезде прогресс болды. Вообще дайындала алмай жүргем, биология, химия деп. Просто так айтып. Иә. Андай мектепте пробный болады деді, жарайды дедім. Тапсырдым. Тапсырдым. Ол кезде еще химияны вообще бетін ашпаған ғой. Қалай тұр, былай сұрақтарына қарамай белгілей берген ғой. Сөйтіп 67 балл алдым. Одан кейін 140 январскийдан 118 балл алдым. Мартовскийдан 117 балл алдым. Жаңа бір балға регресс деп айтқан осы ғой, иә. 117-ден 133 кесе баллға. Вау. Ал Мен бірінші пробныйымда 90, бірақ ол кезде мен физмат таңдағам. Если мен информатиканы таңдасам, 68 болады. Сенде де апгрейд жейді. Ну, типа, сол кезде физика 22 балл болды. Мен уверен, что информатиканы сол кезде 0 алатын едім, түк білмеген едім. Так. Ол да тыңдағысы келіп жатыр. Бұл жер қитсақ Әңгімемізге деймін. Бастан айтыр давай. Так, ең бірінші пробныйды мен 10 класста тоже тапсырдым. Ол кезде мен 90 балл алдым, бірақ ол кезде мен физмат таңдаған болатынмын. Өйткені информатиканың пробныйлары болмады. А если физиканың балын алып тастасам, менде 68 балл болады. И мен уверен, что информатикадан мен сол кезде 0 алатын едім. Ал январский кезінде мен 129 балл алдым.
мартовский кезінде 126, 3 балға регресс болып қалды, и нағызда 133. Яғни сол қаңтарскийдан қаңтар ұбт-сынан сенде қанша балл прогресс? 4 балл, иә? Күшті. 4 балл прогресс жазған екен. 140 жалпы. Бір жыл оқу барысында сендерге білімнен басқа, ұбт-ға дайындықтан басқа не берді деген? Достарды. Достар. Білімді ескермесе ма? Тогда. Мұнда білім. Негізі достарды, потом Тәрбиеші. тәрбиені тоже берді. Мысалы, жоспар бойынша жүру деген Иә. сияқты. Ол да тәрбиеге жататын сияқты білімге. Ол әдет қалыптастыру, дағды қалыптастыру ғой. Дедлайн бойынша жауапкершілік алу деген сияқты. Иә. Дедлайн бар жерде жауапкершілік бар, иә. Күшті. Рай? Сол 140-қа келген кезде андай көп адамдармен, мен негізі өзім андай адаммын, Қандай? көп сөйлесе бермейтін, ашылуым қиын адаммын да. 140-қа келгенде кішкене мен ашыла бастадым. Жан жақты адамдармен араласып, ортам жақсы болды. Сол ортамды былайша айтқанда басқалармен араласу, коммуникациям жақсарды. Жақсы достар, көп достар таптым. Сонымен қатар тәрбие де берді. Бағанағы жауапкершілікті алу, сіздер айтып жатқан. Сонымен қатар ертеңге қалдырмау, бағанағы айтқан нәрсенің бәрін бере білді. И еще бойымда сол барлық жақсы қасиеттерді, жақсы дағдыларды қалыптастыруға өте көп көмегін тигізді. Осы дедлайн, жауапкершілік, кейінге қалдырмау деген нәрсе негізі ертең 140 сендерді толығымен университетке дайындаған сияқты. Себебі университетте дедлайн мен редлайнның көкесі көрінеді ертең. Сол кезде сендер прям дайын болып баратын сияқтысыңдар да, ештеңені қалт жібермей, бәрін уақытымен ровно істеуге. Ойбой, мен дедлайннан всегда кешіретін адаммын, кешіретін. Ондай ма? 140 солдат қылып шығарам адамдар. Как будто да, мысалы, армияға барса, оны кәдімгідей таңға 6-да тұрғызып деген сияқты, таң атпай тұрғызып, ерте жатқызып жүреді ғой, 140-та дәл сияқты. Сол сияқты өзінің армиясын шығарады, негізі өзінің солдаттарын. Бір жыл ғой еще Иә, сол бір енді деген майданды енді осылай аяқтап отырсыңдар. Сәтті аяқтап жатсыңдар, иә. Сәтті аяқтап отырсыңдар. Месси мен Роналду болып. Екеуі жұлдыз болшы. Сендер тағы бір зат алдыңдар. Ол махаббат деп ойлаймын. Яғни қай тараптан болсын, мысалы куратордан болса, мұғалімдерден болса, мысалы оны мен кәдімгідей беймарал тұрғыда айтамын. Беймаралдың аудармасы смело. Ата түсінбей отырмын. Мысалы соны жаңа Нұрай институциясынан көре аламыз, иә. Куратордың сендерге деген махаббат. Кураторларым, ағайларымыз, андай менің Әсел апай мен өзімнің әпкем сияқты болып кетті. Архат ағай да ағам сияқты болып кетті. Айгерім апай да әпкем сияқты барлығын айта алатындай кәдімгідей өзінің махаббаттарын беріп, мен ағам жоқ болса да ағалық махаббат сезіне алдым деген сияқты сондай күшті махаббат бере алды. Көрдіңіздер ма достар? Көрдіңдер ма? Яғни 140 ол жалғыз ұбт-ға дайындайтын курс емес, ол өзіңнің қолдауыңды, махаббат дегенде. Махаббатыңды, сонымен қатар достарыңды, тәрбиеңді, жылулық күшті. Соны табуға арналған жер деп айтуға болады. Күшті. Осындай жылы нотада біздің подкастымызда аяғына жақындап қалды. Жылы погодада. Осы подкасттың астына Нұрай мен Іңкәрді құттықтап, оған жарқын тілектерімізді жаза кетейік. Және подкастымыздың астына ең жақсы, ең көп лайк жинаған пікірмен. О, да. Так, қайдан айтақшы? Оны айтамыз, а? Солай жазыпсың сен. Керемес ау ол. Керемес ба? Бонус болмай ма? Бонус бермей қояйық. Хорошо. Қарап отқандардың өзі бонус берсін ба? Онда жаңағыдай аяқтай қояйық па? Осындай жылы нотада деп күшті айтшы. Айтшы қайтадан. Айтшы. Осындай жылы нотада біздің Іңкәр мен Нұрайдан, біздің рекордсмендерден алған сұхбатымыз осымен тәмам. Барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. Бізді қарап отырған жас түлектер ұбт-ны сәтті тапсырып, грантқа түсіп кетулеріңізге тілектеспіз. Және подкасттың пікіріне Нұрай мен Іңкәрді құттықтап, тілектеріңізді жаза кетіңіздер. Бұлай айтайық, құттықтаған адам жоғары балл алсын деп. Міндетті түрде. Себебі уже олар да тапсырып жатыр. Бұл негізі сендерге арналады да. Неліктен? Себебі қазір сендер уже ұбт тапсырмасында. Мүмкін сендерге де қолдау керек шығар. Мысалы, сендер сияқты, мысалы, алдындарында адамдар тұр, олар алды, сендер деге ала алмайсыңдар.
Так что қазір соңғы момент болсын, бір күн қалсын, бір апта қалсын, 2 апта қалсын, дайындалыңдар, өздерінің қалған мақсаттарына жетіңдер. Немесе спортласыңдар. Ал екеуінен күшті бір тілек, сонымен қатар ақыл кеңестерің болса. Сен басташы. Түлектерге барлығына ең бастысы осы НТ-дан жақсы өтіп, жақсы балдарыңды алып, өздерің қалаған балдарыңды алып шығыңдар. Сонымен қатар тек НТ-мен ғана тоқтап қалмай, өмір НТ-мен ғана тоқтап қалмайды, ары қарай да дамуға тырысып, өздерінің жеке дамуларымен де айналысып, жақсы тұлға болып қалыптасуларыңа тілектеспін. Және де кеңес андай оқыған кезде де жақсы көрген мамандығың бойынша ғана оқып, сол кезде ғана сендер сол пәнді соны жақсы көріп қана қойсыңдар да. Өздерінің қалаған мақсаттарыңа жете аласыңдар. Алдағы өмірлеріңде өздеріңе ұнайтын болады, жақсы болады. Сондықтан тек дайындықты бастамай тұрып, пәнді таңдаған кезде өздеріңе ұнайтын пән болсын. Пән таңдаңдар деген кеңес берер едім. Шынымен де, бірақ қаншама уже студент болып жүріп, грантта оқиды, бірақ та оқудан шығып кетеді ғой екінші. Сол міне сендерді сақтайды екен. Сосын ешқашан да дайындықтарын тоқтатпаңдар. Арасында демалып тұруға болады, бірақ мүлдем тоқтатып тастау. Мысалға, бір апта ештеңе істемей жатсаң да, келесі апта ақырындап қайта қалпына келтірген кезде, күнде хотя бы бір нұсқа талдау көрсең де тоқтатпау керек. Іңкәр? Қазір. Енді тоже біз сияқты енді тапсырып жатқан, или тапсырайын деп жатқан балалардың бүкіліне тілектерге сәттілік тілеймін, удачи. И негіз, басқа не айтасың қазір? Ладно, ойланыл. Жоқ, реально не айтасың тілектерден басқа? Тілек, сосын бір ақыл кеңес айтар. Мен осыны істеңдер деген сияқты. Және де ақыл кеңесін айта кетсем, сұраққа тіркеліңдер. Күшті ақыл деймін, осындай күшті нотада подкастымызды аяқтайық. Барлықтарыңызға сау, сонымен қатар көріп тұрсыздар, бізде қайырлы түн. Жатарда сиіп жатыңдар. Маған әсел жазып жатыр.